Я барлығы нормально қарсы алып жатыр. Сосын Лаура дейма, Дана дейма, солар маған уже құрбы болайық деп ұсыныс жасап жатыр ғой. Соларға ойланып жүргем. Так, классыңның барлығы түсінікті. Барлығы біз ойлағандай по плану жүріп жатыр ма? Конечно, мам. Тым да уайымдамасаңшы. Я же все-таки ваша дочь. Ешкімге еш нәрсе білдіртіп қойған жоқсың ба? Жоға, мама. Сіздің қызыңыз нағыз актриса ғой. Молодец, красавица менің. Маған срочно жұмысқа кету керек. Мен саған сенем. Кешке кешікпей үйге қайт. Я. Все, Давай. Белдеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана. Бас кетті саған айнала, ей айнала, жаным айнала. Сенің қолдарыңды ұстап ал, арнадым саған күй табақ. Қолымда қызыл гитара, ей гитара, жаным гитара. О, күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйкімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйкімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы күй табақ. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы күй табақ. Көктен түскен періштем, не деген әсем, не деген көркем. Тек сенімен тек мен, жүрегімнің бір бөлігі төрттен. Көктен түскен періштем, не деген әсем, не деген көркем. Привет, қыздар. Сәлем, қалайсың? Біздің сыныпқа қош келдің. Сен үшін қатты қуанып тұрмын. Айтпақшы, бүгін бірінші сабақ, Бақтың апайдың сабағы. Ол өте жақсы апай. Қаласаң бірге араласып құрбы болайық. Анель, қалай біздің сынып тыңдап жатыр ма? Біз онысы кім сіздерге қарағанда жақсымыз. Маған барлығына қатты ұнап жатыр. Рахмет көп-көп. Айтпақшы, мен бір түсінбеген, неге бұл классымен сонша өштесіп болғансыңдар? Біз емес, олар өздерін слишком ақылды, мықтымыз деп ойлайды. Жоқ, қайта біз оларға қарағанда әлде қайта мықтымыз ғой. Біз биыл тест тапсырам дегенге дейін сайыс ұйымдастырған болатынбыз. Есеп қазір 2-2 тең болып тұрмыз. 2 сайыстан біз интеллектуалды ойындарда жеңдік, ал олар 2 сайыстан спорттық жарыстан жеңіске жетті. Енді соңғы сайыс қалды, ән байқауы. Егер ән байқауына жеңіп шығып, олардың масқарасын шығарсақ, мектептегі ең үздік сынып боламыз, Анель, сен алдында айтып едің ғой, ән байқауына қатыстым деп. Республикадан орын алыпсың. Егер олардан рахатпен тағы бір шықса, біз десе айым жүріп болсайыз. Білмеймін, оны апаймен ақылдасып барлығымыз сыныппен шешпесек. Айтпақшы, осы Аян мен Рахатқа не болған? Бір-біріне сонша жаудай ғой. Ой, ұзақ әңгіме. Негізі Отырамыз. Саламатсыңдар ма оқушылар? Саламатсыңдар ма, орнымызға отырайық. Қалайсыңдар, жағдайларың жақсы ма? Жақсы апай. Бүгін сыныпты түгелдейік, кім жоқ? Апай, бәрі түгел. Так, оқушылар, бүгін менде сабақ 10Б мен параллель өтеді, сондықтан екі жаққа бірдей барып жүруім керек. Кітаптарымызды барлығын ашамыз. Сосын білесіңдер ғой, тест келе жатыр алдыда. Дайынсыңдар ма? Апай. Дайын жүрейік. Тарихтан сұрақтар болады ішінде. Бүгінгі сабақ ежелгі адамдар. Апай, бүгін, в общем, 10Б туралы өтеміз дейсіз ғой. Тыныш отыр, Насыр. Чарльз Дарвин адамдарды маймылдан жаратылған деген тұжырым жасаған. Және ол еңбектің арқасында саналы қалыпқа келген. Апай, сонда он адам еңбектенбеген дейсіз ғой. 1931-1933 жылдары қазақ елінде ашаршылық болған. Бүкіл қандастарымыз басқа елдерге бас сауғалауға мәжбүр болған.
Сол кісілерден 4-5 адам омбыда қалып қойған сияқты ғой. Тыныш. Саламатсыз апай, саламатсыз ағай. Иә балалар, сабақтың кезінде бұл не жүріс? Саламатсыз апай. Жасұлан ағай, сабақтың басталғанына 5 минут болды ғой. Қашан бастайсыз? Қазір барам, күте тұрыңыздар. Ағай, 15 минут күтеміз. Келмесеңіз кете береміз. Я ағай, Жанар тұс айтады, 15 минут күтеміз. Келістік, қазір барамын, күте тұрыңыздар. Балалар, біз ағайлармен бір мәселені шешіп жатырмыз. Қазір босай салысымен барады. Келістік пе? Жарайды. Онда сыныптарыңа барыңдар. Жарайды апай. Саламатсыз апай. Саламат па, тез классымызға барамыз. Жарайды апай. Уф, Қали апай, шаршатты на 10-шы класс. Даже сабақта өте алмайсың оларға. Бір-бірімен сонша жауласып алған. Енді солардың жасында солай болу шарттылық қой. Жас емессің ба, тіл табыс. Жарайды. Сөйтіп бірігіп жұмыс жасаңдар. Жарайды. Бағнар апай, конкурсқа дайындықтарыңыз қалай, жақсы ма? Біресе тест, біресе конкурс, білмеймін, үлгере алмай жатырмын. Бағнұр, шаршама. Сен шаршасаң балалардың жағдайы не болмақ? Сондықтан тестке дұрыстап дайындық жаса. Белсенділігіңді арттыр. Келістік пе? Рахмет, жарайды. Апай, мен сабаққа кеттім, оқушыларыма барайын. Иә, жарайды. Апайнан көр жүресіз ба? О, Анел, сенің кітапқа қызығатың бар ма еді? Айтпадың ғой ол жағын. Әрине, маған кітап оқыған қатты ұнайды ғой. Жүрсеш, коворкингке барып бірге кітап оқымадық па? Кеттік. Аян, осы сендердің рахат екеулердің араларында не болған? Ой, ол енді ұзақ әңгіме. Негізі екеуміздің әкелеріміз ағайынды. Олар үнемі бір-бірлерімен сынасып жүреді. Ал ана рахатқа болса сол жақсы болып көрінеді да, үнемі менімен бақталасып жүреді. Ал болса маған вообще ұнамайды. Сондықтан осы соңғы конкурста міндетті түрде ұтып, оның аузын жауғым керек мен. Түсінікті. Мүмкін екеуміз бірге жұп болып осы соңғы конкурсқа қатысамыз. Жақсы болатын еді, по идее. Білмеймін, басқа қыздар балдар қалай болар екен? Жоқ, ол жағын уайымдамай қой, өзім қарастырамын. Мені тыңдайды деп ойлаймын. Қалай, келісесің ба? Жарайды, онда қоймадың ғой. Қаз күте тұрып келем де. Саламатсыз апай, қалайсыз? Саламатсың Баян. Не қажет? Салфетка көресіз апай? Жайша? Өздерінде бар емес па? Жоқ апай, өзіме басқа нәрсе керек. Жақсы, рахмет апай. Нағыз ұлы сезімде бұсынай Бұл сұлудың ақылы көркіне сай Бүкіл әлем көзінде ғұмыр кешу өзіңмен оңай, оңай Бүкіл әлем көзінде ғұмыр кешу өзіңмен оңай, оңай Нағыз ұлы сезімде бұсынай Бұл сұлудың ақылы Аян, көмектесші!
емес, ал мен уайымдатқыш тентек емеспін. Ондай бақыт керек емес, десең де еркіңе қарсы желкелемеспін. Амалдамадым іздеп, бейнеңді ұмыта алмай, және ешбір өзге орныңды толтыра алмай. Қалайша жоямын үмітімді сенде беккен. Кешіруге дайынмын, жоғалып кетсең де тап ертең. Арамызда бір